زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بugün Allah'ın kalauымен Абдурахман ас-Саади рахматуллахи алейхи сол кісінің Аллах тағаланың жалғыздығы әрі кемелдігін бекітетін ақли дәлелдер атты кітабын оқуды жалғастырамыз. Бүгін екінші сабақ. Абдурахман ас-Саади рахимахулла өзінің кітабында айтады: «И'лам рахимакалла», яғни қазір сөйлесейін деп жатқан нәрсесі Абдурахман ас-Саадидің бұл Құранда келген ақли дәлел Аллах тағаланың бар екендігіне және де бұл әлемнің жаратылыс екендігіне дәлел, әрі бұл әлемнің жаратушысы бар екендігіне дәлелді келтіріп тұр. Абдурахман ас-Саади рахимахуллаху таала айтады: «И'лам рахимакалла аннака иза назарта фил алам ал-улви вас-суфли ва ма уди'a фихи мин ал-махлуқат ал-мутанавви'a вал-касира джиддан вал-хавадис ал-мутажаддида фи кулли вақт ва та'аммалтаху та'аммулан сахихан عرفت أن الأمور الممكن تقسيمها في العقل ثلاثة». Аллах сені мейірімділігіне алсын, біл, егерде сен осы әлемге қарайт болсаң, ол жоғардағы әлем болсын, яғни аспан денелері, космосты қарайт болсаң, немесе жерде болып жатқан әлемді қарайт болсаң, және де осы әлемнің ішіндегі, осы универсумның ішіндегі жаратылыстарды қарайт болсаң, әртүрлі және сан алуан жаратылыстарды қарайтын болсаң, және де осы әлемде болып жатқан құбылыстарды қарайтын болсаң, әртүрлі, әрдайым, әр уақытта жаңадан пайда болып жатқан құбылыстарды қарайтын болсаң, сол нәрселерге дұрыстап ой жүгіртетін болсаң, сен білесің не нәрсені? Бұл әлемнің пайда болу мүмкін жолдары үш қана жол екендігін білесің. Яғни ақылмен ойланатын болсаң дейді. Егер ақылмен ойланатын болсақ, онда біздер не нәрсеге жетеміз? Осы әлемнің, яғни сан алуан жаратылыстары, жер, аспандағы жаратылыстар, және де осы әлемде болып жатқан, әрдайым өзгеріп жатқан құбылыстар, әр уақыт сайын болып жатқан жаңа құбылыстар, сол нәрсенің пайда болуының ақылда үш қана мүмкін себебі болу мүмкін деп тұр Абдурахман ас-Саади. Біріншісі, ахадуха ан туджада хазил махлуқат вал хавадис би нафсиха мин гайри мухдисин вала халиқ. Бұл нәрсе, бұл құбылыстар өздігінен пайда болды. Ешқандай жаратушы жоқ ол махлуқат, ол жаратылыстарда. Және де ешқандай бұл құбылысты жасап жатқан жаратушы жоқ. Яғни өздігінен пайда болды. Абдурахман ас-Саади айтады: «Фахаза мухалун мумтани». Бұл нәрсе ақылда мүмкін емес. Бұл нәрсе ақылда мүмкін емес. Яғни бір нәрсе өздігінен осылай пайда болып, осындай сан алуан жаратылыстар, осындай құбылыстардың өздігінен пайда болып, өздігінен болуы мүмкін емес. Ақыл оны қабылдамайды дейді. Яджзимул ақлу даруратан бибутлянихи. Әрбір ақыл дұрыс адамның ақылы бұл нәрсенің жалған екендігін айтады деп тұр. Ва ю'ламу яқинан анна ман занна залика фахуа илал джунуни aqrab минху илал ақл. Және де біз айқын сенеміз, кімде-кім осы жаратылыстар, осы құбылыстар өздігінен болып жатыр деп айтатын адамның жағдайы мәжнундардың, яғни ақыл есі жоқ адамның жағдайына жақынырақ екендігін біздер айқын білеміз деп тұр. لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث. Себебі әрбір ақыл иесі әр болып жатқан нәрсенің, құбылыстың болу, яғни пайда болу мүмкін еместігін біледі. Тек қана оны бір нәрсе жасамаса, бір нәрсе қозғамаса, бір нәрсе оны істемесе, ол пайда болмайтындығын әрбір ақылды адам біледі деп тұр. Яғни бұл бірінші мүмкін нәрсе, яғни бұл жаратылыстар қалай пайда болу жолының бірінші мүмкін себебі осы деп тұр. Және де бұл себеп
біздің ақылымыз, және әрбір ақыл иесі оны қабылдау мүмкін емес деп тұр Абдурахман Саади. Оқып болған соң біз және де бұл сөздерге тағы да дәлелдер келтіреміз иншаллаху тағала. Екінші дейді, «Әс-сәни أن تكون هذه المخلوقات محدثة وخالقة لنفسها» дейді. Яғни екінші мүмкін жол, бұл жаратылыстар, бұл құбылыстар өз-өздерін жаратты. Немесе өз-өздерін жасады. فهذا أيضا محال ممتنع. Бұл ықтимал деп тұр Абдурахман Саади, ол да мүмкін емес нәрсе. يجزم العقل ضرورة ببطلانه وامتناعه. Әрбір ақыл иесінің ақылы бұл нәрсенің жалған екендігін біледі деп тұр. فكل من له أدنى عقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه. Кімде-кімнің кішкене ақылы болатын болса, сол адам біледі және де берік сенеді бір нәрсе өз-өзін жарату мүмкін еместігінде. Кама аннаху ла яхдусу била мухдис. Және де әрбір құбылыс өздігінен болмайды. Бұл құбылысты жасаушы бір қимыл иесі болу керек деп тұр. وإذا بطل هذان القسمان عقلا وفطرة تعين القسم الثالث. Егер де бұл екі ықтимал дұрыс емес болатын болса, және де біздің ақылымыз ол екі ықтималды қабылдай алмайтын болса деп тұр Абдурахман Саади, онда бір ғана ықтимал, дұрыс ықтимал, ақиқат ықтимал қалады, және де ол нәрсе міндетті түрде ақылдар қабылдайды. Қандай? وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق خلقها. Бұл үшінші ықтимал, бұл махлуқаттар, бұл жаратылыстар және де бұл құбылыстар, біз күнделікті өмірде әлемде көріп жатқан құбылыстар, бұл нәрсенің жаратушысы бар. Сол нәрсені жаратқан. Уа мухдисун ахдасаха. Және де бұны жасап жатқан, сол құбылыстарды жасап жатқан жаратушы бар. Уа хуаллаху раббул азим. Және де бұл жаратушы ол Аллах, ұлы Рабб, ұлы жаратушы. Ал-халиқу ли кулли шей. Бүкіл нәрсені жаратқан. Ал-мутасаррифу фи кулли шей. Ал-мудаббиру лил умури куллаха. Яғни бүкіл нәрсенің иесі және де бүкіл нәрсені қозғап жасап жатқан Аллах Тағала деп Абдурахман Ас-Саади айтады. Және де айтады: «Валихаза наббаха Аллаху аля хаза тақсим ал-ақли ал-вадих ли кулли ақил». Және де Аллах Табарака ва Тағала бұл, яғни бұл деп айтады, шектеу әдісін, яғни метод исключения деп айтады, шектеу әдісін Аллах Тағала Құранда әрбір ақыл адам қабылдайтындай түрде жеткізген. Қалай? Тур сүресінің 35-36 аятында айтқан: «Ам хулиқу мин ғойри шейин ам хумул халиқун ам халақус самавати вал арда бал ла юқинун» деп тұр. Ам хулиқу мин ғойри шейин. Бұлар жоқтан, еш нәрседен пайда болды ма, өздігінен деп тұр. Ам хумул халиқун, немесе олар өз-өздерін жаратты ма деп тұр Аллах Тағала. Ам халақус самавати вал арда бал ла юқинун. Немесе олар ма жер мен аспандарды жаратқан деп тұр. Неге олар? Расында олар яқин жасамайды, яғни анық айқын сенбейді деп Аллах Тағала айтады. Фал махлуқу, Абдурахман Саади жалғастырып жатыр, ла будда лаху мин халиқ. Әрбір жаратылыс оның жаратушысы болу керек, міндетті түрде. Вал асар ла будда лаху мин ал-муассир. Әрбір із, әрбір әсер оның әсер етуші күші болу керек деп тұр. Вал мухдас ла будда лаху мин ал-мухдис. Яғни әрбір құбылыс болып жатқан, бұны жасаушы нәрсе болу керек. Уал муджад ла будда лаху мин муджид. Және де пайда болған нәрсенің оны пайда қылушысы болу керек, яғни жаратушысы болу керек. Уал масну ла будда лаху мин сони. Жасалған нәрсенің жасаушысы болу керек деп тұр. Уал маф'ул ла будда лаху мин фа'ил. Және де бір істелген нәрсенің істеушісі болу керек деп Абдурахман Ас-Саади айтып тұр. Хади қадая бадихия ақлия яштарику фил илми биха жамиул уқала. Бұл нәрсе дәлелге мұқтаж емес нәрсе, және де бұл нәрсені білуде бүкіл ақыл иелері келіскен. Вахия мин аъзаби ал-қадая ал-ақлия. Және де бұл нәрсе ең ұлы, яғни ақыл қабылдайтын
мәселелердің ең ұлысы деп тұр Абдурахман Саади. Фаман иртаба фиха ау шакка фи далалатиха фақад бархана аля ихтилали ақлихи ва далалихи. Кім бұл нәрседе күмәнданатын болса, яғни әрбір құбылыстың істеушісі болу керек, әрбір жасалған нәрсенің жасаушысы болу керек, әрбір жаратылыстың жаратушысы болу керек деген нәрседе біреу күмәнданатын болса, бұндай адам өзінің ақылының төмендігіне, жоқтығына, әрі өзінің адасқандығына өзі куәлік жасап тұрған адам деп Абдурахман Саади осы жерді бітіреді. Осы сөздеріне, Абдурахман Саадидің өте жақсы жазылған, мықты айтылған сөздеріне біз кішігірім түсініктеме беріп көрейік. Осы сөздерге ұқсаған нәрсені Шейхул Ислам ибн Таймия рахматуллахи алейхи өзінің Дару Таарud ил-Ақли ва Нақл кітабының 7-ші томында 209 және 210 бетінде айтады: «Ат-тариқатул мазкурату фил Қур'ан هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى». يعني бұл дәлел, Абдурахман Саадидің келтіріп тұрған дәлелі, бұл дәлелді ғалымдар не деп айтады? Далилул холқи уал ижад деп айтып тұр. Яғни жаратылыстың дәлелі, ол ақли дәлел. Яғни әрбір адам жаратылыстың бар екенін сезеді. Ешкім айтпайды, жоқ, жаратылыстар жоқ деп айтпайды. Жаратылыстың бар екенін барлығы біледі. Құбылыстар болса, әлемде құбылыстар болып жатқанын барлығы біледі, бүкіл адамдар біледі. Және де бүкіл біледі, әрбір болған істің жасаушысы болу керек, әрбір жаратылыстың жаратушысы болу кереккен әрбір адам біледі. Бұл әрбір адамның ақылында бар нәрсе. Сондықтан Шейхул Ислам ибн Таймия айтады, Құранда келген жол, яғни Аллах тағаланың бар екендігіне дәлел қылып келтірілген жол, бұл адамның жаратылысымен және де басқа махлуқаттардың жаратылысымен Аллахтың, яғни бұл нәрсе, адамның жаратылысы, махлуқаттардың жаратылысы әрбір адам сезіп ұстай алатын нәрсе. Әрбір адам сезеді, көреді, еске алады, дәмін тата алады, дұрыс па? Сондықтан осындай нәрселерді Аллах субханала тағала келтіріп, осы нәрселер жаратылыс па, жаралды ма деп тұрды. Сондықтан бұл нәрсенің жаратушысы бар, Аллах тағала деп Аллах тағала Құранда келтіреді, манаға аятта сияқты. Шейхул Ислам жалғастырып айтады: «Фахудусул инсани юстадаллу бихи алал мухдис». Сондықтан адамның жаратылысының өзі жаратушыға дәлел деп тұр. فنفس حدوث الحيوان والنباتات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة дейді. Адамның жаратылысы, хайуандардың жаратылысы, және де өсімдіктердің, және де әртүрлі жер астындағы жаңағындай нелер, алтын, күміс, болат сияқты нәрселердің жаратылыс екендігін, және де жаңбырдың жаратылған екендігін, және де басқа да махлуқаттардың жаратылған екендігін әрбір адам біледі. Ол үшін біреуге дәлел келтіріп керек емес. Яғни амр дарури, біз алдында айтқандай, оған ешқандай дәлел келтіріп керек емес. Бәл мәшһудун ла яхтажу иля далил. Әрбір адам көреді ол нәрсені. Ешқандай дәлелге мұқтаж емес ол дейді. Ва иннама ю'ламу бид-далили ма лам ю'лам бил-хисси ва бид-дарура. Сондықтан дәлел не нәрсеге мұқтаж? Дәлелге не нәрсе мұқтаж? Адам көріп сезе алмайтын нәрсе, және де адамның ақылында дарури болмаған нәрсе. Дарури деген, яғни дәлел талап етпейтін нәрселер. Сол нәрсеге дәлел керек деп тұр Шейхул Ислам. وَالْعِلْمُ بِحُدُوثِ هَذِهِ الْمُحْدَثَاتِ عِلْمٌ ضَرُورِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ. Ал бұл жаратылыстардың, құбылыстардың бар екендігі, бұл илму дарури дейді. Дәлел мұқтаж емес ілім дейді. Білім. وَذَلِكَ مَعْلُومٌ بِالْحِسِّ وَالضَّرُورَ. Және бұл нәрсені адам өзінің сезіммен анықтай алады, және де өзінің, яғни дарурасымен, яғни дарурасы деген, яғни өзінің ақылмен дәлелсіз анықтай алады деп Шейхул Ислам ибн Таймия рахматуллахи алейхи айтады. Яғни Құрандағы Аллахтың бар екендігіне дәлел қандай дәлел екен?
махлуқтардың, жаратылыстардың бар екендігі, соның өзі Аллахтың бар екендігіне, жаратушының бар екендігіне дәлел деп тұр Шейхул-ислам Таймия. Басқа жерде Шейхул-ислам Таймия Мажмуул фатауада 9-шы томда 212-ші бетінде айтады: Аллах тағала айтты: ам хулику мин гайри шайин ам хумул хуликун ам хулиқус самауати вал арди бал ла юқинун. Бұлар жоқтан жаратылды ма? Еш нәрседен пайда болды ма? Немесе олар өздерін жаратты ма? Немесе олар аспан мен жерлерді жаратты ма? Алайда бұлар иман келтірмейтін адамдар деп Аллах субхана ва тағала жаңағы аятты келтірген соң Шейхул-ислам Таймия айтады: фа инна хаза тақсиму хасрин. Бұл тақсим, яғни бұл осылай бөліп беру, яғни жаратылыстардың пайда болуы үш түрлі жолмен бола алады. Немесе олар өздерін жаратты, немесе олар еш нәрседен, яғни жоқтан пайда болды, немесе олар жаратушысы бар деп үшке бөлу дейді. Бұл тақсиму хаср, яғни шектеу әдісі. Яғни бір нәрседің болуының біз қанша ықтималы бар екендігін қараймыз да, сол ықтималдардың қайсысы дұрысырақ екенін солмен анықтай аламыз. Бұны не шектеу әдісі, метод исключения деп айтады. Сондықтан Аллах табарака ва тағала айтты деп Шейхул-ислам Таймия айтып отыр: хулиқу мин гайри халиқин халақахум. Бұлар жаратушысыз өздерімен өздері пайда болды ма? Фахаза мумтаниун фи бадахатил уқул. Бұл нәрсе ақыл қабылдамайтын нәрсе деп тұр Шейхул-ислам. Ам халақу анфусахум фахаза ашадду имтинаан дейді. Немесе олар өздерін жаратты ма? Яғни екінші жағдай өздерін жаратты. Бұл ақыл тіпті қабылдамайды. Біріншісінен де жаман дейді. Ол неге? Фаулима анна лахум халиқан халақахум. Сондықтан бұлардың жаратушысы бар, оларды жаратқан жаратушы бар екендігі осы нәрсемен білінеді, осы шектеу әдісімен білінеді деп Шейхул-ислам Таймия айтып тұр. Ары қарай айтады: ва хуа субханаху закара далила би сигати истифхамил инкари лиюбайна анна хадиhi al-qadiyya allati istadalla biha фитрiyatun badihiyatun mustaqirratun fi nufus la yumkinu li ahadin inkaruha. Аллах тағала неге бұл аятты сұрақ әдісімен келтірген? Ам хулиқу мин гайри шайин ам хумул халиқун. Бұлар жоқтан пайда болды ма, немесе өздерін жаратты ма деп. Неге сұрақ жаңа сұраулы сөйлеммен келді деп тұрды. Бұл сұраулы сөйлем дейді Шейхул-ислам Таймия. Бұл истифхамул инкари деген нәрсе бар араб тілінде. Истифхамул инкари деген, яғни сен біреуді сұрайсың не үшін? Оған оны сөгу үшін. Мысалы балаңыз жаман нәрсе жасап қойса, сіз айтасыз ғой: жақсы болды ма деп сұрақ қоясыз, дұрыс па? Не деген сөз? Ол сіз сұрап жатқан жоқсыз, сіз оны сөгіп жатсыз, сіз оны сынап жатсыз, дұрыс па? Дәл сол сияқты бұл жердегі истифхам, бұл жердегі сұраулы сөйлемнің мағынасы осы деп тұр Шейхул-ислам Таймия. Неге осындай сұраулы сөйлеммен Аллах тағала осы аятты келтірді деп тұр Шейхул-ислам Таймия? Айтады: себебі бұл мәселе, яғни әрбір жаратылыстың жаратушысы бар екендігі, бұл фитри мәселе, адамның табиғатында, адамның инстинктінде бар нәрсе, адамның ақылында бар нәрсе, жүректерінде бар нәрсе, және де ешкім оны жоққа шығара алмайтын нәрсе деп тұр Шейхул-ислам Таймия. Фала юмкину сахихул фитрати ан йаддаия вуджуда хадифин бидуни мухдис ахдасаху ва ла юмкину ан якула хаза ахдаса нафсаху. Сондықтан кімде-кімнің фитрасы, табиғаты сәлемет болған, сау болған болса, яғни кімде-кімнің фитрасы сәлемет, сау болса, ондай адам ешқашанда мына құбылыс ешқандай бір жасаушысыз пайда болды деп айту мүмкін емес. Немесе мына құбылыс өз-өзін жаратты, өз-өзін жасады деп айту мүмкін емес. Яғни кімде-кімнің фитрасы, ақылы сау болатын болса, ешқашанда бұндай нәрсені айта алмайды деп тұр Шейхул-ислам Таймия. Дәл сол сияқты бұл болып жатқан құбылыстар, жер әлемдегі жаратылыстар, бұл құбылысты жасаушы, бұл құбылыстың жаратушысы бар екендігіне дәлел. Сондықтан бұл нәрсені тағы да ғалымдар алып деп айтады: мабдау сабабия деген не ол? Бір нәрсенің себебі бар екенін сезетін инстинкт адамда. Яғни әрбір адам бір нәрсе болса, оның себебі бар екенін біледі. Дұрыс па? Қазір осы жерде жаңағыдай тоқ өшіп қалса, немесе бір нәрсе өшіп қалса, біздер не білеміз? Немесе біздер ақша төлемедік тоққа. Яғни себеппен ол өздігінен өшпейді. Немесе ол ақша төленбеген, немесе ар жақта тоқты кесіп сады, немесе жаңағыдай замыкание болды деп біздер себептерді іздей бастаймыз. Яғни өз-өздігімен еш нәрсе өшіп қалуы мүмкін емес. Сондықтан кішкентай бала, кішкентай нәресте, еш нәрсе үйретілмеген, мектепте оқымаған,
енді жаңа тай басып жүрген нәрестенің қолынан ойыншықты алып кетсек, алдында тұрған ойыншығын мысалы оған көрсетпей, ол басқа жерге қарап тұрған кезде ойыншықты алып кетсек, ол сол ойыншыққа қарап айтады, кім алып кетті деп айтады, қайда деп айтады, кім алып кетті дейді. Егер де оған айтсаң, сен сөйлей алатын балаға, 1 жастағы, 2 жастағы балаға өзімен өзі жоқ болып кетті десең, сол қабылдамайды оны. Ол жоқ, біреу алып кетті дейді. Біреу алып кетті. Неге? Себебі ол білет. Бұл болып жатқан құбылыс, оның себебі бар екендігін білет. Дұрыс па? Оны ешкім үйретпеген. Ол философия оқымаған, ол мектепте оқымаған, әрбір болып жатқан іс-әрекеттің істеушісі болу керек деген қағидаларды оқымаған ол. Бірақ ол өзінің табиғаты мен фитрасымен оны біледі. Сондықтан кімде-кім осы жаратылыс, осы 7 қабат аспандар, 7 қабат жерлер, осы мұхит, теңіздер, ормандар, басқа нәрселер өздігін ешқандай себепсіз пайда болды деп айтатын болса, ешқандай жаратушысыз пайда болды деп айтатын болса, бұл осы кішкентай нәрестеден де ақыл кем болып есептеледі деп Шейх Ислам Тайми айтып тұр. Баракаллаху фикум. Және де бұл дәлелді жаңа Құранда келген дәлелді дегенді егежей-тегежейлеп Абул Фарадж Садақа ибн Хусейн Аль-Бағдади деген кісі түсіндірген. Бұл кісінің сөзін Шейх Ислам Тайми Дару Тааруд ал-Ақли ва Нақл кітабында 7-ші томда 31-33 бетінде келтіреді. Бұл жерде айтылады. Бұл жерде сол Абул Фарадж Садақа ибн Хусейн Аль-Бағдади айтады. Сәл енді сөзі қиындау болуы мүмкін, бірақ біз оны дұрыстап түсіндіруге тырысамыз иншаллаху тағала. Айтады: "Фавajhu далалатил инсани мин нафсихи аля Аллахи тағала аннаху қад кана нутфатан ثم تقلبت به الأحوال إلى أن انتهى إلى حال الكمال فلا بد لهذا التنقل والتغير من مغيرين" дейді. Адамның өзі Аллахтың бар екендігіне қалай дәлел болады деген сұраққа жауап беретін болсақ дейді. Бұл адам нутфа болды, яғни бір тамшы болған. Аллах субханала тағала. Адам бір не болды? Бір тамшы су болды деп тұр. ثم تقلبت به الأحوال إلى أن انتهى إلى حال الكمال. Содан кейін ол сол бір тамшыдан осындай үлкен кеміл, яғни кемел толық сау адам болып шықты. Дұрыс па? فلا بد لهذا التنقل, яғни бұл осы тамшыдан осындай жаңағындай денеге айналу үшін бұл не жаңағындай бір сатыдан екінші сатыға көшу бар, ол жерде өзгеру бар. Осы өзгерістің және де сатыдан сатыға өтудің өзгертушісі болу керек қой дейді. Түсінікті ма? Енді адам бірінші бір тамшы су болады. Содан кейін қанға айналады. Содан кейін етке айналады. Содан кейін содан дене мүшелері шығып, нәрестеге, яғни анасының жатырында нәрестеге айналып, сол сыртқа шығады. Осы сатылардан өту, яғни тамшыдан қанға айналу сатысы, қаннан жаңағында етке айналу сатысы, еттен оның дене мүшелері өсу сатысы, содан кейін толық денесі пайда болу сатысы, ол өзгеріс түгелі. Және сатыдан сатыға өту. Осы өзгерісті жасаушысы болу керек, өзгертушісі болу керек қой деп тұр Абул Фарадж Садақа ибн Хусейн. Арғара айтады: "Валам якуни тағайру фи уақтин аула мин уақт." Және де бұл өзгеріс, яғни бір әрдайым болып тұрады. Яғни бір уақытта болмай қалады, бір уақытта жаңағындай жұмыс жасамай қалады, немесе уақыты өзгеріп кетеді деген жоқ. Бәрі біркелкі бір уақытта әрдайым жаңағындай бір жүйеде өзгеріп тұрады деп тұр. Арғарайда фала яхлу залика ал-муғайр имма ан якуна қад иқтада тағайруха аля сабили al-ijab min ghayri ikhtiyar bit-tab'i aw al-qalb ау якуна иқтада тағайраха аля сабили al-ikhtiyar wa huwa al-fa'il деп тұр. Енді бұл өзгертуші, яғни өзгертуші болу керек қой. Яғни өзгертуші бар. Енді ол өзгертуші, ол не нәрсе дейді? Өз-өздігімен болып жатыр. Яғни бір анасының құрсағында бір форма бар, форма сияқты. Сол формаға бір нәрсені құйып жүрген сияқты, құйылады да, сосын сол жерден сол форма болып шыға салады деп тұр да. Кім айтады? Немесе бұлай болуы мүмкін, немесе ол өзгертуші кәдімгі өзінің ихтияры бар, яғни ихтияры деген қалауы бар, сол қалауымен, өзінің қалауымен және ісімен соны өзгертеді деп тұр.
Дұрыс па? Уәлә яхлу, яғни бұл ықтималдарды айтып отыр. Жаңағындай не шектеу әдісін қолданып отыр. Уәлә яхлу заликал фаилу имма ан якуна хувал инсану ау гайраху. Тойып, егерде бұл ықтияры жоқ деп айту қиын, және де ол туралы тағы да сөйлейді. Сондықтан оның ықтияры бар, яғни қалауымен жасап жатыр бұл нәрсені. Өзгерісті бір сатыдан екінші сатыға өзгерту, және де өткізуді қалауымен жасап жатыр дейді. Және оны түсіндіреді неге қалауымен деп айттық. Және де бұл жасаушы, өзгертуші қалауы бар, немесе адамның өзі, немесе адам емес нәрсе деп тұр. Адам емес нәрсе. Ва ин кана гайраху фала яхлу имма ан якуна мин джинсихи ау мин гайри джинсихи. Егер де адамның өзі болмаса, яғни құрсақта жатқан нәрестенің өзі болмаса, ол яғни басқа нәрсе, ол емес нәрсе, нәрестенің өзі емес, басқа нәрсе. Енді ол нәрсе соның түрінен, жынысынан болады, яғни сол өзі адам болады деген сөз, яғни нәрестенің түрінен болады деген сөз, яғни бір түр адам түрі, иә. Сол адам болады, немесе адам деген жаратылыстан бөлек бір тыс нәрсе деп тұр да ол. Түсінікті ме? Фа ин кана мин джинсихи фа имма ан якуна абавайхи ау гайрахума дейді. Егер де біз бұл өзгертуші, бұл жасаушыны адам түрінен деп айтатын болсақ, яғни адамзат, адам баласынан деп айтатын болсақ, немесе ол әке-шешесі, немесе әке-шешесінен басқа адамдар деп тұр. Ары қарай айтады, фа ин кана мин гайри джинсихи фа хуа қаулуна. Ал егер де ол адам түрінен емес, адамзат баласынан емес болатын болса, бұл біздің қаулымыз, бұл біздің мазхабымыз, яғни мұсылмандардың мазхабы деп, мұсылмандардың ақидасы, мұсылмандардың сенімі, яғни Аллах Тағала адамдардан емес, ол жаратушы. Енді осыны дұрысырап түсіндіреді. Ал дейді, وَسَنُبْتِلُ سَائِرَ الْأَقْسَامِ وَنُثْبِتُ هَذَا الْأَخِيرِ. Манағы біздер келтірген, шектеу әдісімен келтірген бүкіл ықтималдардың түгелін жоққа шығарып, соңғысын ғана бекітеміз. Қазір мен сізге түсіндіремін деп тұр. Соңғысының дұрыс екендігін қазір мен сізге түсіндіремін деп тұр. Амма, және де айтады, амма аннаху لا يجوز أن يكون الإنسان قد تشكل لأجل أن الرحم على شكل القالب فلأن الكلام في من شكل ذلك القالب كالكلام في من شكل الإنسان ولأن القالب يقتضي التشكيل الظاهر ما يلقى فيه فما الذي اقتضى تشكيل باطن الإنسان ووضع أجزاء الباطن مواضعها. Егер де біз айтатын болсақ, яғни бірінші айтты, бұл өзгеріс өздігінен болып жатыр деп айтатын болсақ, және де ол әйелдің жаңағындай құрсағының бір формасы бар, сол форма құйылып жатыр, сондықтан ол солай пайда болады, яғни ешқандай сырттан әсер етпей өзді-өздімен болып жатыр деп айтатын болсақ, біздер не айтамыз? Бұл форманы, осындай форма қылған кім деп айтамыз? Яғни егер де біз айтатын болсақ, форма арқылы, яғни өздігінен пайда болып жатыр дейтін болсақ, онда бұл форманы кім жасады деп? Кім осындай форма қылып берді деп тұр? Және де бұл егер де сондай форма арқылы өздігінен пайда болып жатыр десек нәресте, онда бұл не нәрсе, қандай мағынаны білдіреді? Ол тек қана сыртқы кейпін ғана береді. Форма сыртқы кейпін ғана береді. Ал ішкі ағзаларды, яғни ішкі нәрселерді, яғни жүректі, өкпені, бауырды, ішек құрылыстарын кім жасайды дейді онда? Ол форма жасай алмайды. Форма болса ол құйылады да, ішінде жаңағы нәрселер болу мүмкін емес деп тұр. Түсінікті ме? Ол бірінші сатыдан өттік. Екінші сатыға көшкен кезде айтады: ولا يجوز أن يكون المقتضى لتغيير الإنسان وتشكيله طبيعية غير عالمة ولا مختارة لأن الإنسان أبلغ في الترتيب والحكمة من بناء الدار وصناعة التاج وكما لم يجوز أن يحصل ذلك ممن ليس بعالم فكذلك الإنسان. және де адамның пайда болу, яғни бірінші дәлелдеген нәрсесі адам өздігінен формада пайда болып жатқан жоқ, оны сырттан біреу оған жаңағындай әсер етіп пайда болып жатыр екендігін дәлелдеді. Енді бұл сырттан әсер етіп жатқан нәрсе ықтияры бар ма, қалауы бар ма, ілімі бар ма деген нәрсеге келген кезде айтады, бұл нәрсе, яғни сырттан әсер етіп жатқан нәрсе ілімі жоқ, даналығы жоқ, және де қалауы жоқ деп айту мүмкін емес дейді. Неге? Себебі біздер адамның, яғни дене мүшелеріне қарайтын болсақ, адамның сыртқы кейпіне қарайтын болсақ, бұл нәрсе, бұл адам деген жаратылыс, яғни бір жақсы түрде жасалған, өте әдемі түрде жасалған, жақсы суретте жасалған нәрсе дейді.
Сондықтан біздер қалай, егерде үйді көретін болсақ, бір үйді көретін болсақ, сол үйдің құрылысшысы бар екендігі, және де бұл құрылысшысының сол құрылыс, архитектура, зодчество деген ілімінде жаңа жақсы екенін білеміз, және де сол ілімде жаңа алғыр екенін білеміз дейді. Немесе бір әдемі әшекейді көретін болсақ, бұл әшекейді құйған адамның қандай жаңағындай алғыр екенін білетін болсақ, дәл сол сияқты адамға қарап, біз оны жасаушысының, адамды жаратушысының бізде оның жаңағындай даналығын, ілімін, қалауын және де осындайын білеміз деп тұр. Неге? Себебі адамның құрылысы, адамның сыртқы бейнесі манағы заттардан да жақсырақ дейді. Яғни манағы үйлерден де, манағы әшекейлерден де жақсырақ деп тұр. Ары қарай айтады: "Уакама ألا ترى أن أعضاء الإنسان مقسومة على حسب المنفعة وموضوع مواضعها ولا يجوز أن يكون الإنسان هو الذي غير نفسه من حال إلى حال" деп тұр. Яғни айтып тұр, сен көрмейсің бе, адам қандай жақсы түрде жаратылған, және оның ағзалары керек жерлерде тұр, және пайдасына сай жерде тұр деп тұр. Ары қарай айтады, яғни келесі саты: және де біз айта алмаймыз, адам өз-өзін жаратты, және де өзін бір халден екінші халға, бір сатыдан екінші сатыға өзгерті деп айта алмаймыз. Неге? لأنه لو قدر على ذلك في حال ضعفه لكان في حال كماله أقدر وإذا عجز عن خلق مثله وخلق أعضائه في حال كماله فهو عن ذلك في حال الضعف أعجز деп тұр. Және де біз не үшін адам өз-өзін жаратты деп айта алмаймыз? Себебі ол, яғни нәресте, ол өзі әлсіз нәрсе. Егер ол өзінің әлсіз халінде, егер ол өзін әлсіз халінде жарата алатын болса, онда ол өзінің кемел кезінде, яғни адам болып өскен кезінде өзін жаратуға жаңағындай әлбетте күш құдіреті жету керек деп тұр. Бірақ біз жасай аламыз ба, оны жасай алмаймыз ба? Біз адам жарата аламыз ба? Біз адамның бір мүшесін жарата аламыз ба? Жарата алмаймыз дейді. Сондықтан кімде-кім өзінің кемел, яғни толық халінде жасай алмайтын болса, бір нәрсені жасай алмайтын болса, онда әлсіз халінде бұл нәрсені жасай алмауы одан да бетер деп тұр. Шейх түсінікті ма? Яғни толық адам, кемел адам өз-өзін жарата алмайтын болса, басқа адамды жарата алмайтын болса, бір мүшені жарата алмайтын болса, онда ол нәресте болып жатқан кезде қалайша жаратады деп тұр шейх. Ары қарай айтады: ولا يجوز أن يكون المغير له من حال إلى حال أبويه ديد لأنه ليس يجري على حسب إيثارهما. ألا ترى أنهما يريدان فلا يكون ويكرهانه فيكون ويريدانه ذكرا فيكون أنثى ويريدانه أنثى فيكون ذكرا فإذا لم يكن لأبويه في ذلك تأثير فغيرهما مما لا تعلق له به أجدر деп тұр. Және де бұл нәрестенің пайда жаратушысы, яғни оған және әсер етушісі әке шешесі деп айту мүмкін емес дейді. Неге? Себебі олар ешқандай өзінің үлесін қосалмайтындығын, бұл жаратылыста үлес қосалмайтындығын көрмейсіздер ме деп тұр. Себебі олар кейде баланы қалайды, әке мен шеше баланы қалайды, бірақ бала туылмайды дейді. Немесе керісінше бала туғысы келмейді, бірақ бала пайда болады деп тұр. Немесе олар ұл баланы қалайды, бірақ ол жерде қыз бала шығады. Немесе қыз баланы қалайды, ол жерде ұл бала шығады дейді. Сондықтан бұлар әсер етіп жатқан жоқ деп тұр. Яғни әке шеше әсер етіп жатқан жоқ. Егер де әке шеше баланың бұндай жаратылуына әсер етіп жатпаған болатын болса деп тұр, яғни Абул Фарадж, онда басқа адамдар, ол балаға қатысы жоқ адамдар, әлбетте ешқандай бұның жаратылысына қатысы жоқ деп тұр. Сондықтан дейді: фасоха анна лил инсани фаилан мухалифан лаху ва хуа Аллаху табарака ва тааля. Сондықтан соңғы сөз дұрыс болды. Ол қандай? Адамның жаратушысы және де оны істеушісі бар, және де ол Аллах екендігі осылайша дәлелденеді деп Абул Фарадж аль-Бағдади айтады. Абул Фарадж аль-Бағдади айтады. Яғни манағы аятты бізге жіктеп, егежей-тегежейлеп түсіндіріп берді. Егежей-тегежейлеп Абул Фарадж түсіндіріп берді. Енді шейх Абдурахман ас-Саади ары қарай жалғастырып айтады:
яғни сөзін оқиық, сосын ары қарай бұл сөзді түсіндіреміз иншаллаху тағала. Ол айтады: тафаккар рахимакаллах фи нафсика ванзур фи мабдаи халқика мин нутфатин иля алақатин иля мудғатин хатта сирта башаран камила алхалқ муктамила алаъда алзахирати валбатина ама ядуррука хада яттаррука хада إلى أما يضطرك هذا النظر ويلجئك إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء الذي أحاط علمه بكل شيء والحكيم في كل ما خلقه وصنعه. Айтады Абдурахман Саади: Аллах сені мейірімділігіне алсын, ойланып көр дейді. Өз-өзіңді ойланып көр. Өзіңнің жаңағындай жаратылысыңды, құбылысыңды ойланып көр деп тұр. Не нәрседен жаралдың сен? Бастапқы сатыда не нәрсе болдың дейді. Сен ең басында бір ғана тамшы болдың. Содан кейін сен неге айналдың дейді? Бір қанға айналдың дейді. Ұйған қанға айналдың дейді. Содан кейін сен бір кішкентай үзік етке айналдың дейді. Содан кейін сен толық осындай адам болдың. Сенің бүкіл дене мүшелерің орында тұр. Сыртқы дене мүшелер болсын, ішкі дене мүшелер болсын, барлығы орында тұр дейді. Осы ойлану сені Аллахтың бар екендігіне итермелемей ма дейді тұр. Және де сол Құдайдың, сол жаратушының, яғни бүкіл нәрсеге құдіреті жететіндігіне, және де ілімі бүкіл нәрсені қамтитындығына, және де даналығы бүкіл нәрседе бар екендігіне итермелемей ма дейді. Яғни әлбетте бұндай ойлану бізде итермелеу керек не нәрсеге? Аллахтың бар екендігіне, Құдайдың бар екендігіне, және жаратушының бар екендігіне. Ары қарай айтады: فَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُم عَلَى هذه النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقها على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين ويجعلوا لها أعضاء ظاهرة وقوى باطنة وسمعا وبصرا وعقلا وينموها هذه التنمية العجيبة ويركبوها هذا التركيب المنظم ويرتبوا الأعضاء على هذا الترتيب المحكم بحيث يكون كل عضو في محله اللائق به لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم واستطاعتهم الوصول إلى ذلك дейді. Біл дейді, егер бүкіл адамдар жиналып, осы жаңағындай бір тамшыны алып, сол тамшы сенің жаратылуының бірінші сатыдағы тамшысын алып, содан кейін сол тамшыны манағы сатыларға өткізе ала ма? Бірінші сатысына, екінші сатысына, яғни тамшыдан ұйыған қан жасай ала ма? Ұйыған қаннан үздік бір үзім ет жасай ала ма? Сол үзім еттен бір жаңағындай дене мүшелерін, ағзасын жасай ала ма дейді. Және де сол тамшыны барып сөйтіп жасап сатыларға өткізіп, сол тамшыны манағы құрсақ ішінде ұстай ала ма деп тұр. Өздері ешқандай басқа сыртқы әсерлерсіз деп тұр. Және де сол тамшыға өздері дене мүшелер, құлақ, есту қабілетін, көру қабілетін, ақылды бере ала ма? Және де сол тамшы қалай өседі, дәл сөйтіп өсіре ала ма дейді. Және де сол тамшыны ол кеміл болған кезде бүкіл дене мүшелері өзінің орында тұрған жағдайға дейін жеткізе ала ма дейді. Егерде бұлар адамдар түгелі өйтіп жиналса да оны жасай алмайды деп тұр. Және де бұлардың ілімдері де, бұлардың құдіреттері де, бұлардың мүмкіншіліктері де оларға оны жасауға жасатпайды. Жасау мүмкін емес оларға. Ол нәрсеге жете алмайды, жеткізе алмайды деп тұр. Ілімдері де, құдіреттері де бүкіл адамдардың және мүмкіншіліктері ол нәрсеге жеткізе алмайды деп тұр. فهذا النظر السديد يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانيته والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله ومعرفته والإيمان باليوم الآخر дейді. Бұл осы ойлану, осылайша ой жүгірткізу сені не нәрсеге жеткізеді? Аллахтың құдіретін бекітуге, оның ұлылығын және де жалғыздығын бекітуге сені итермелейді. Себебі Аллахтан басқа оны ешкім жасап отқан жоқ. Және де сені бұған Аллах тағалаға бойсынуға итермелейді.
және де кітаптарын растауға, Аллахтың түсірген кітаптарын растауға, Аллахтың елшілерін растауға, және де қиямет күніне иман келтіруге сені бұл нәрсе жеткізеді, егер де дұрыстап ойланатын болсаң деп тұр Абдурахман Саади. Ары қарай айтады: "Тааммал фи хифзиллахи лис-самавати вал-ард ва ма фихима мин ал-авалим التي لا يعلمها إلا الله إلا هو وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في إبقائها من الأسباب المتنوعة والنظامات العجيبة أما يدلك ذلك على كمال الرب وربوبيته ووحدانيته وسعة علمه وشمول حكمته دит. Және де сен Аллах тағаланың жер мен аспанды сақтап тұрғанына қарада ой жүгірткіз деп тұр. Және де Аллах субханала тағала бұл жер мен аспандағы бүкіл жәндік жануарларды қалайша сақтап тұр, және де олардың өмірі яғни жалғасатындай қандай мүмкіншіліктер беріп тұр Аллах субханала тағала. Бүкіл олар мұқтаж болған нәрсені Аллах беріп тұр. Ауа, су, ризық, басқа себептерін түгелін Аллах субханала тағала беріп тұр дейді. Осыны дұрыстап ойлансаң дейді, бұл сені Аллахтың кемелдігін, толықтығын бекітуді, және де оның рубубиясын, яғни рубубия деген Аллахтың жаратушы екендігін, ризық беруші екендігін, құдіретті екендігіне сенуге итермелейді. Және де Аллахтың жалғыздылығын бекітуге итермелейді. Және де сені Аллахтың ілімінің, яғни шексіз екендігінің, және де оның даналығы шексіз екендігіне осы ой жүгірткізу, пікір жүгірткізу итермелейді деп Абдурахман ас-Саади айтады. وقد نبه الله عز وجل على هذا الدليل الواضح العقلي بقوله. Аллах табарака ва тағала бұл дәлелге, яғни осы жаратылыс дәлеліне адамдарға осылай айтты дейді. Анық осындай дәлел туралы Аллах табарака ва тағала Құранда Рум сүресінің 25-ші аятында былай айтқан: "Ва мин аятихи ан тақума ас-самау вал арду би амрихи." Аллахтың бар екендігіне, және құдіретті екендігіне, және рубубиясына, және кемел екендігіне, жалғыз екендігіне болатын дәлел аспан мен жер оның әмірімен ғана тұрғандығы. Яғни аспан мен жер, яғни ғалымдар айтады, егерде күн кішкене ғана өзінің тұрған жеріне қозғалып кетсе, жер жоқ болып кетеді дейді. Яғни бұны кім сақтап тұр? Бұл нәрсені кім сақтап тұр? Ары қарай айтады: "Инна Аллаха юмсику ас-самавати вал арда ан тазула ва ла ин залата ин амсакухума мин ахадин мин ба'дих иннаху кана халиман ғафура." Расында Аллах аспан мен жерді жоқ болып кетуден ұстап тұр дейді. Егер олар жоқ болып кетсе, аспан мен жер, сендерге Аллахтан басқа кім осы жаратылысты ұстайды, аспан мен жерді кім ұстап тұрады дейді. Иннаху кана халиман ғафура. Расында Аллах күнәларды кешіруші, және де сендердің жасап жатқан күнәларыңыз үшін, яғни сендерді сол уақытта азаптамайтын халим, яғни халим деген сондай, яғни сабырлы деген сөз. Яғни сендердің күнәларыңыз үшін дәл қазір азаптамайды, бәлкім сіздерге тәубе жасауға және де кешірім сұрауға уақыт беретін халим. Халим деген аттың мағынасы осы. Фатир сүресінің 41-ші аяты ол. تدبر يا أخي عبد الرحمن سعدي هذا في هذا الفلك الدوار وما ترتب عليه من تعاقب الليل والنهار وفي تصريف الأوقات بفصولها وكمال انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها. сондықтан ей бауырым, ойлан дейді. Бұл жаңағыдай фалак ад-дауар деген, яғни айналып жатқан оске, яғни жер бүкіл жаңағыдай айналып жатқан нәрселер, бұл бір оста тұрған нәрселер. Және де сол айналым не нәрсені келтіреді бізге? Күн мен түнді келтіреді дейді. Және де бұл нәрсе жаңағы айналып жатқан Алла субхана тағаланың жаратылыстары не нәрсені берді бізге? Уақыттарды берген, жыл мезгілдерін берген дейді. Және де бүкілі бір адамдардың пайдасы үшін бір жүйеде тұр деп тұр. Бір жүйеде тұр дейді. Осыны ойлан дейді. Хал хасала залика судфатан ва иттифақан мин гайри мухдисин ва фа'ил. Осы бүкіл жүйе, яғни дақиқ жүйе, яғни өте мықты түрде, өте алғыр түрде жасалған жүйе, мұтқан түрде жасалған жүйе өз-өздігінен кездейсоқ пайда болды ма? Ешқандай жаратушысыз, ешқандай құдайсыз пайда болды ма? أم الذي خلق ذلك ودبره هذا التدبير المتقن هو الذي أحسن كل شيء خلقه. Немесе бұл жүйені, біз көріп тұрған жүйені бір дана және де ілімі шексіз жаратушы жасады ма?
Кама наббаха аля залика аль-бурхан аль-ақли биқаулихи. Аллах субханаху ва тағала Намл сүресінің 88 аятында бұл туралы мынау деп айтады: Сун'уллахи аллази атқана кулля шей. Аллахтың жаратылысы, және де бұл жаратылысты Аллах ең көркем, ең мықты түрде жасаған деп Намл сүресі 88 аятында Аллах тағала айтады. Ванзур хадакаллах иля أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه وضروراته التي لا بد فيها من بقائه. және де Аллах саған туралықты берсін. Қара дейді, Аллах тағала бүкіл жаратылысқа өзіне лайықты нәрсені берді дейді. Және де әрбір жаратылысқа, әрбір жәндікке, әрбір жануарға өзінің пайдасына қайтатын және өзіне мұқтаж болатын және де оның өмір сүруіне яғни керек нәрселерді қалай беріп қойды Аллах субханаху ва тағала дейді. Хаттал бахаим ал-уджм сагираха ва кабираха. Аллах табарака ва тағала бүкіл жәндік жануарларды қарайтын болсаң, олардың ризық көзі бар. Олардың өмір сүруге Аллах бүкіл мүмкіншіліктер беріп қойған дейді. Қод алхамаха ва хадаха ликулли амрин фиха нафуха ва бақауха ва яссара лаха арзақаха ва ақватаха ва хадаха литанаулиха. Оларға бүкіл, яғни қалай өмір сүруді екенін кішкентай кезінен бері Аллах субханаху ва тағала табиғатына салып қойған. Яғни кімде-кім жаңа ауыл шаруашылығымен айналысатын болса, ол көреді. Мысалы, егер жаңағындай бір қозы туылатын болса, немесе бота туылатын болса, бірден туылғаннан бастап оған ешкім үйретпеген, ешқандай ол мектепте оқымаған, кітаптар оқымаған, туылғаннан бастап анасының сүтін іздейді. Басын көтереді, анасының сүтін іздейді. Кім оны үйреткен? Ол жаңа құрсақтан шыққан нәрсе. Немесе құрсақта біреу отырып үйреткен бұл оны. Соны айтып тұр бұл Абдурахман Саади. فمن نظر في هذه الهداية العامة وبثها في جميع المخلوقات وإلهامها هذا الإلهام العجيب الذي تهتدي به إلى مصالحها علم بذلك عناية المولى العظيمة. Кім осыны ойланатын болса, оны негізі хидаятул амма деп тұр. Яғни Аллах табарака ва тағала әрбір жаратылысқа туаралық беріп қояды. Яғни өзінің өмірін сүруді қалай сүру керек екендігін, ненің жақсы, ненің жамандығы, қай нәрсе қауіп қатер, оған қауіп болатындығын үйретіп қояды дейді. Қай нәрсе оған пайда бар екенін біліп қояды. Бүкіл жануар, жәндіктер және де адам да дәл солай, адам да дәл солай. Бұны көрген адам, бұны не далала аль-хидая амма деп тұр. Яғни хидая амма Аллахтың осылай әрбір жаратылысқа беретін өзінің туралығы, яғни үйретіп қоятын туралығы. Осыны көрген адам нені біледі? Аллах табарака ва тағала өзінің махлуқаттарына дұрыс түрде және көңіл бөлгендігін біледі. Ва алима аннаху раббу ликулли марбуб. Және де Аллах бүкіл жаратылыстардың құдай екенін біледі. Аль-халиқу ликулли махлуқ. Бүкіл жаратылыстардың жаратушысы екенін біледі. Ар-разиқу ликулли марзуқ. Бүкіл нәрсені ризықтандырушы екендігін біледі. Аллази аллама ал-махлуқати ва а'таха мин ал-азхани ма яслухаха ва ядфау анха ал-мадар ва залика бурханун aqliyun вадихун азимун аля вахданияти Аллахи ва камалихи. Және де Аллах табарака ва тағала әрбір жаратылысқа өзіне мұқтаж нәрсесін беріп қойды. Сол жаратылысқа мұқтаж нәрсесін беріп қойды, және де сол жаратылысқа қауіп болатын нәрседен алыс қылып қойды. Білет әрбір жаратылыс не нәрсені оған қауіп, не нәрсені оған жаңағындай зиян келтіретінін біледі. Және де бұл нәрсе ақли, ұлы, айқын дәлел деп тұр. Не нәрсеге? Аллахтың жалғыздығына және де Аллахтың кемелдігіне. Уақад наббахуллаху аля залика биқаулихи. Және Аллах табарака ва тағала ол туралы былай айтқан дейді: Қала раббуна аллази а'та кулля шейин халқаху сумма хада. Қала, яғни Муса Фирауынға айтқан сөзі: біздің Раббымыз, сондай Раббы, әрбір нәрсеге өзінің жаратылысын, суретін, кейпін берген, және де әрбір жаратылысқа туралыққа салып қойды дейді. Яғни өзінің өміріндегі туралыққа, яғни иманға емес, алайда өзінің пайда зиянын біледі, жақсылық жамандығын біледі. Фахал фи табиати аль-хайуанати аль-мутанауати хади аль-хидая. Әрбір хайуанаттарға қараңыз. Бұлардың табиғатында өздері осы нәрсені жасай ма, жасамай ма дейді. Ва хадал илхам иля тахсили манафииха ودفع مضرها والحنو على أولادها وقيامها بهم حتى يدرجوا ويستقلوا بأنفسهم дейді. Олар өз-өздігінен осылай пайда зиянын біледі ма? Бір-бірін үйрете ма? Бала туылған кезде сен міне бұл анаңның несі, осы жерде сүт іздейсің деп ешкім үйретпейді. Шығады, біледі.
шығат біледі. Және де анасы өз-өздігінен баласын қатты қорғайды. Ол хайуандар болсын, жануарлар болсын, адамдар болсын. Яғни бұл сезім, бұл инстинкті кім берді дейді? Қайдан пайда болды? Ешкім үйретілмейтін инстинкт ол. Ана ол өзінің сезіммен баласына сондай мейірімділігін және де жаңа көңілін бөледі өздігінен. Бұның барлығын Аллах табарак ва тағала береді. Ва хал хазал ханан ва рахматул мавдуату фил хайванати ала ауладиха илля мин акбари адиллати ала саати рахматиллахи ва шумули илмихи ва хикматихи. Яғни осы мейірімділік, және осы жан ашушылық, яғни адам бір-біріне жан ашуы, немесе хайуандардың бір-біріне, балдарына жан ашуы дейді. Бұның өзі бір Аллахтың бар екендігіне, және де мейірімділігінің шексіздігіне, және де ілімінің, даналығының шексіздігіне бір дәлел деп Абдурахман ас-Саади айтады. Баракаллаху фикум. Иншаллаху тағала бұл Абдурахман ас-Саадидің айтқан сөзіне келесі жолы түсініктеме береміз. Осымен бүгінгі сабақ бітеді. Аллаху алам ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.